Құрметті достар, сіздердің назарларыңызда бұқату жаңалықтары. Білім ордасындағы соңғы жаңалықтардан хабардар болғыңыз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Дорогие друзья, предоставляем вашему вниманию новости ЗКТУ. Будьте с нами, если хотите быть в курсе новостей недели университета Жангирхана. Осы аптада Жаңғырхан университетінің спортшы студенттері тағы да жетістіктермен қуанты. Атап айтсақ, индустриалды технологиялық институтының 3-ші курс студенті Душан Өтепқалиев Хорватия елінде өткен халықаралық турнирде грек-рим күресінен бірінші орын алса, экономика, ақпараттық технологиялар және кәсіби білім беру институтының 2-ші курс білім алушысы Зейнеп Баянова Түркияның Анталия қаласында өткен халықаралық турнирде жеңісті қолдан бермеді. Қош жеңімпазымызды құттықтаймыз. В нашем университете продолжается разъяснительная информационная работа по республиканскому референдуму о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК. На этой неделе были организованы круглые столы и встречи между коллективами и студентами университета. Университетіміздің белсенді студенті болған түлегі өзінің әсерлі әңгімесімен тікелей эфирде бөлісті. Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің басқарма басшысы Тимур Төлеповпен болған сұхбатты Instagram желісіндегі парақшамыздан көре аласыздар. Завершился недельный курс техники искусственного осеменения крупного и мелкого рогатого скота. В семинаре, организованном проектным офисом Агротеххаб, приняли участие специалисты в области ветеринарии и получили опыт. Сіздер апта ішіндегі жаңалықтармен таныстыңыздар. Жағымды жаңалықтарыңыз болса, бізбен бөлісуді және университетіміздің әлеуметтік желідегі парақшаларына жазылуды ұмытпаңыздар. Вы ознакомились с новостями за неделю. Если у вас есть хорошие новости, не забудьте поделиться с нами и подписаться на страницы нашего университета в социальных сетях.